Сәлеметсіздер ме балалар? Экранға назар аударайық. Бүгінгі сабақта қазір санға еселікті еске түсірейік. 6 санына еселік сандар, 8 санына еселік сандар. Өздеріңізге жазып алыңыздар. Алты санына еселік сандар 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. Тағы да сол сияқты. 8 санына еселік сандар 8, 16, 24, 32, 40, 48, 26, 64, 72, 80, 88, 96. Енді қарасаңыздар, 6 мен 8 сандарын ортақ еселіктері 24, 48 және де 72. Тағы да басқа сандары. Екі санға ортақ еселік сандардың ең кішісі 24. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ең кіші ортақ еселік. Оқу мақсаты ортақ бөлгіш, ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік ұғымдарын анықтамаларын білу. Екі және одан артық сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ бөлгішін табу. Берілген натурал сандардың әрқайсына еселік болатын натурал сандардың кішісі сол сандардың ең кіші ортақ еселігі деп аталады. Мысалы, алдыңғы есепте 6 және 8 сандардың ортақ еселіктерінің ең кішісі 24. Сондықтан ең кіші ортақ еселігі 24 болады. Берілген натурал сандардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін ең бірінші берілген сандарды жай көбейткіштерге жүктеу керек. Берілген сандардың ең үлкенінің жай көбейткіштерін жазу керек. Үшінші, оны бұл санның жүктелуінде жоқ басқа сандардың жүктелуінде бар көбейткіштермен толықтыру керек. Мысалы, 16 мен 24 санының ең кіші ортақ еселігін есептейік. 16-ны көбейткіштерге жүктесек, 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2. 24 санын көбейткіштерге жүктегенде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3. Енді ең кіші ортақ еселігін табу үшін берілген сандардың үлкені 24 санын және 16 санының жүктелуіндегі артық 2 санына көбейтеміз. Сонда 16 мен 24 сандарының ең кіші ортақ еселігі 24 көбейту 2 тең 48. Берілген өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі осы сандардың көбейтіндісіне тең болады. Мысалы, 6 мен 25 сандарының ең кіші ортақ еселігі 6 көбейтілген 25 тең 150. Берілген натурал сандардың біреуі қалған сандарға бөлінетін болса, онда ол сол сан берілген натурал сандардың ең кіші ортақ еселігі болады. Мысалы, 6, 12, 36 сандарының ең кіші ортақ еселігі 36-ға тең. Енді тапсырманы орындайық. 10-ға еселік болатын бірнеше санды, 14-ге еселік болатын бірнеше санды жаз. 10 мен 14 сандарына ортақ еселік болатын бірнеше санды жазып, ең кіші ортақ еселікті тап. Ал уақыт беріледі, ойлан. Ал жауабымызды тексерейік. 10-ға еселік сандар 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, тағы да сол сияқты. 14 санының еселіктері 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, тағы да сол сияқты. Осы 10 және 14 сандарының ең кіші ортақ еселігі сонда 70-ке тең. Жарайсыңдар. Ал келесі есепте міне берілген сандардың
ең кіші ортақ еселігін есептеу керек. Ең бірінші жаңағы алгоритмді қолданамыз. Мысалы, 8 пен 12 сандарын ең кіші ортақ еселігін есептеу керек. Мұнда 8-ді көбейткіштерге жіктейміз. Одан кейін 12 санын көбейткіштерге жіктейміз. Енді ең кіші ортақ еселігі сонда 8 пен 12 санының 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 3 тең 24. Ал енді қалған сандардың ең кіші ортақ еселігін есептеңіздер. Уақыт беріледі. Ал жауабымызды тексерейік. 36 мен 42 сандарының ең кіші ортақ еселігі 52-ге тең. 36 мен 12 сандарының ең кіші ортақ еселігі 36-ға тең. 4, 18, 24 сандарының ең кіші ортақ еселігі 72-ге тең. Жарайсыңдар. Орындап көр. Бірінші, А саны мен Б саны бөлінеді. Ең кіші ортақ еселігін неге тең? Қалай ойлайсыздар? Ал, ол әрине А-ға тең. Келесі тапсырма. Берілген сандар жай сандар бола ма? Ең кіші ортақ еселікті тап. 15 пен 22 санын, 17 мен 36 санын, 11 мен 24 сандарының ең кіші ортақ еселіктерін табу керек. Үлгі ретінде 15 пен 22 сандарын қарастырдым. Мұнда алгоритм бойынша көбейткіштерге жіктейміз. 15-ті жіктегенде 3 көбейтілген 5, 22-ні жіктесек 2 көбейтілген 11. 15 және 22 өзара жай сандар. Сондықтан олардың ең кіші ортақ еселігі екеуінің көбейтіндісіне тең. 15-ті 22-ге көбейткенде 330 болады. Ал енді қалған есептерді осы үлгіге қарап есептеп көріңдер. Уақыт беріледі. Ал жауабымызды тексерейік. 17 мен 36-ның ең кіші ортақ еселігі 17 көбейтілген 36, 612. Сонда олар да өзара жай сандар. 11 мен 24 те өзара жай сан болғандықтан, олардың ең кіші ортақ еселігі көбейтіндісіне тең, яғни 264. Жарайсыңдар. Рефлексия. Енді өздеріне бүгінгі тақырып бойынша сұрақ қоясыздар. Бүгін мен не білдім? Маған жеңіл болды ма? Әлде қиын ба? Мен түсіндім бе? Әлде қиындықтар болды ма? Мен жаңа нәрсе үйрендім бе? Мен нәтижеге жете алдым ба? Деген сұрақтарға жауап бересіздер. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты үйге тапсырма. Есепте. Берілген сандардың ең кіші ортақ еселігін табу керек. Жазып алыңыздар. Сау болыңыздар.